Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Болашақ корпоративтік қоры. Жоба демеушісі BI Group инвестициялық құрылыс компаниясы. Арыстан патша фильмі Disney компаниясының Ренессанс кезеңіндегі шыққан ең танымал туындыларының ремейкі. Бірінші нұсқасы 94 жылы шыққан, ал осы биыл бұл жаңа үлгідегі жаңа технологияның мүмкіндіктерімен және қазіргі кино және эстрада жұлдыздарының қатысуымен жасалып жатқан жаңа жоба. Ал қазақ тіліне дыбысталып жатқан бұл 31-ші фильм. Ендігер ұлыма тиісетін болсаң, мен саған ескерттім, Шайнзи. Менің бағыма орай осы жаңағы кастингтен өткеннен кейін Муфаса рөлі бұйырды. Бұндағы ең қиыны әкелік балаға беретін тәрбие, сонымен қатар елінің қамын ойлаған үлкен зор тұлға Муфаса. Мен бір керемет жер туралы естідім, Нала. Ең қызық, ең ғажап. Соңғы шыққан Арыстан патша киносында маған Сараби кейіпкерін дыбыстау бұйырған екен. Өзім оған өте қуандым. Мен үшін бұл өте бір қызықты жоба болды. Біріншіден режиссердің, одан кейін дыбыстаған актрисаның жасаған образына әрине енді мен де өз кішкене болсын өз үлесімді қостым деп ойлаймын. Иә, өмірде түрлі жағдайлар болады. Оны біз өзгерте алмаймыз. Сол үшін бас қатырмаймыз. Симбаның рөліне өттің деген кезде енді қуанышымды айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл менің бала күнгі арманым. Ол мен үстіме киген киімнен көрініп тұрған шығар. Картинаның өзіне келетін болсақ, ғажайып, бұл керемет ғаламат туынды, бұл жердегі музыка, бұл жердегі анимация, оның бәрі көрерменге 100% ұнайтынына мен сенімдімін. Менің кейіпкерім Налаға келетін болсақ, ол өте өжет, қайсар мінезді. Симба екеуі кішкентай кезінен дос. Саған не болған өзі? Сен мен білетін Симба емес. Дубляж маған өте қатты ұнайды негізінде. Ал осы Налаға өттім деген кезде мен кәдімгідей басында өте толқып, қорқып, таң қалдым. Өйткені бұл Наланы әлемдік жұлдыз Бейонс дыбыстағаннан кейін маған бұл бір қорқыныш болды. Фильмнің әндерін орындауға эстрада әншісі Дария Ғабдул шақырылды. Махаббат үнін тыңда, әлем сұлу сенде. Өмір әділетсіз, солай досым. Менің кейіпкерім өте бір қызықты, бірнеше қырлы, сондай қитұрқы жерлері көп. Өз басыма бұл кейіпкер дыбыстау өте қызықты болды. Сенің күнің алаңсыз, ал мыналардың өмірі түнек. Осы фильмде ең бір танымал деген, ең бір қызықты деген кейіпкер ол әрине Тимон мен Пумба. Өте қызықты кейіпкер, актерлық жағынан өте бір сондай ақылды ақымақ, сондай бір қорқақ ер жүрек, өзінің бір әлемі бар, өзінше бір философиясы бар. Қалжыңдары Тимонның менің өмірдегі кейбір қалжыңдарым ұқсас болып келеді, сондықтан осы жағынан бұл кейіпкер маған жақын. Менің кімді дыбыстаған белгілі болып тұрған шығар, мына суреттен. Суретті қараймын да есіме түседі. Біздің Сағи ағамызды да осы рөлге кастингке шақырған екен. Оразаның кезінде болды енді бұл запись кезі. Сөйтсе Сағи ағамыз айтады дейді. Оразаның кезінде бір халал роль табылмады ма деп айтады дейді. Сол халал емес роль маған бұйырыпты. Қымбатты көрермендер, Акуна Матата. Оның мағынасы Арыстан патша кинотуындысын
қазақша нұсқада көріңіздер. 18 шілдеден бастап кинода.